Шілдехана. Жақсылықтарын жария етіп, қуаныштарын дария етіп жүретін ақ көңіл халқымыздың әдемі бір салты шілдехана. Жарық дүниеге жаңа адамның келу құрметіне арналған той, сауық сайран, айналасына қуанышты паш еткен көңіл шашуы. Күткен күні сәтті болып, келін аман сау босанған соң төңіректегі туыстарға, жекжат жыратқа, көңіл жетер дос жарандарға сүйіншілеп, хабаршылар аттанады. Жаңалықты жеткізушілер ұл баланы ат ұстар, құрық ұстар деп, қыз бала болса кесте тегер, шолпы тағар деген секілді сыпайы да келісті теңеулермен өмірге кім келгенін әдемілеп айтады. Осының өзінде ұлттық әдеп иба, ұлттық тектілік жатыр. Қазақ салты бойынша жақындарға сүйіншілеп кісі жібермеу өкпе туғызатын мін болып саналған. Сондықтан онсыз да бір адым насыбайдан көңілі қалатын бала мінез ағайынның арасындағы ынтымақ бірлік, сыйластыққа сызат түсірмеу жағы қатты ескерілген екен. Ал сүйінші сұрап, қуаныш жеткізген адамды құрметтеп, сый-сияпат ұсынып, риза етіп қайтарады. Басқа тойларда емес, шілдеханаға шақырылып та, шақырусыз да келе береді. Бауы берік болсын айта келген әрбір адамды ашық көңіл, жарқын жүзбен қарсы алу халқымыздың бұлжымайтын атал жолы. Шілдеханаға кешке қарай өнерпаз жастар жиналады. Сонымен бірге ауыл адамдары да қойын қоралап, сиырын сауып, бала-шағаның ас-суын беріп дегендей шаруаларын бір қайырып, шілде күзетіне қатысып өнер тамашалайды. Күмбірлеп күй тартылып, асқақтап ән шырқалып, өрнекті өлең ұйқастарын төгілте, қыз-жігіттер айтысып, сауық сайран таң аппақ боп атқанша толастамайды. Жас ана жаңа туған сәбиін бауырына алып, өздеріне арналған ілтипатқа елітіп, шымылдық ішінде жатады. Бағанағы шерікқан жүйкесі босап, 12 мүшесі түгел балбырап, көңіл мерейін қандырған ән мен күйді тыңдап, рақат бір сезімге бөленеді. Жаратушы иемнің пенделеріне жіберген жеті сазының ерекше қасиеті, әуез құдіреті біздің халқымызға молынан дарыған. Шоқан Уәлихановтың досы, этнограф, фольклоршы ғалым Григорий Николаевич Потаниннің бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай деп таңға алғаны бекер емес қой. Әне, сол сиқырлы саз, әсем әуен жаңа туған нәрестенің құлағына сіңеді. Дүние есігін ашқан сәттен ән күймен тербеледі. Осыдан соң қазақ қалай әнші болмайды, қалай ақын болмайды дейсіз. Амал қанша, біздің ана атанған кезімізде перзенттеріміз мұндай сүйді көрген жоқ. Олардың құлағы туа сала тек орыс сөзін естіген. Қазақы рухымыз бен болмысымыздың әлсіреуіне мұның да әсері болғанын бекер дей алмайсыз.